жобама байланысты өзімнің мен мысалы үшін кез келген оқуға бара бермеймін, өйткені оқу өте көп. Барлығына баруға менің мүмкіндігім де жоқ, и кейбір білімдер маған керек емес болуы мүмкін да. Өзім де айтам, әріптестеріме де айтам, и басқаларға да, жаңағы консультацияға келгендерге де айтам, бет алды білім алып керек емес негізі. Сіздің жобаңызға байланысты, сіздің қазіргі өмірлік жаңағы сатыңызға байланысты, мысалы үшін сіз отбасылы болсаңыз или тағы басқа болса, соған байланысты білімдер алу керек. Болмаса білім не көп. Сосын тағы бір нәрсе айтып кететін, офлайн білімнен басқа онлайн білім ол үздіксіз болады. Мысалы үшін мен сіздер сияқты подкаст тыңдаймын, ол менде прям үздіксіз. Оның ішінде мен бизнес подкасттарды тыңдаймын. Соның ішінде кейбір идеяларды, трендтарды аламыз. Мысалы үшін біз мобилография или там жасанды интеллектке байланысты барлығын оқып отырамын. Тұрақты түрде оқып отырамын, жетілдіріп отырамын. Ол міндетті түрде